Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Ал ендеше біз бастаймыз. Алаш зиялысы Әлихан Бөкейханұлы да орыс қызымен отау құрған. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, 35-36 жасында Елена Яков қызына үйленген. 1985 жылы Омбы қаласындағы орман шаруашылығы училищесіне жұмысқа тұрған Әлихан Бөкейханұлы математикадан сабақ береді. Кейін Степной край газетіне жұмысқа тұрып, сол жерде саясаткер Яков Севастьяновпен танысады. Қос азаматтың саяси қоғамдық қозғалыстарға деген көзқарасы бірдей болып, екеуі жақсы тіл табысады. Жақын байланыс кезінде саясаткердің қызы Еленамен танысады. Саясаткер Яков 2 жасқа батасын бергенмен, Әлиханның анасы орыс қызын келін еткісі келмейді. Әлихан мен Еленаның бір қызы және бір ұлы бар. Әлихан Бөкейханов 1903 жылы дүниеге келген қызы Елизаветаны Зейнеп, ал 1904 жылы туған ұлын Сергейді Өктай деп атаған. Өкінішке орай, Әлихан Бөкейхановтың өзіне де және оның балаларына да туған жерінен топырақ бұйырмаған. Барлығы Мәскеу қаласында жерленген. 20 ғасырдың басында Ташкентке қашуға мәжбүр болған Мұстафа Шоқай сонда Марина Горинамен некеге отырады. Марина Мұстафа Шоқайдың байырғы танысы. 1918 жылдың 1 мамырында қайнатасы Горинаның өтінішімен Ташкенттен Мәскеуге аттанады. Бұл уақытта Мария Мәскеудің опера театрларының бірінен шақырту алған болатын. Францияның Ножан-сюн-Марн қаласында Мұстафа Шоқайға ескерткіш орнатылған. Әйелінің арқасында Еуропа халқы оның көптеген еңбегін оқыған. Осыны ескерген Францияға барған Мұстафа Шоқайдың қазақ және француз достығы ұйымының қазақстандық мүшелері Марияның бейітіне барып топырақ салады. Сол кезде әкімшілік Горинаның 1969 жылдың 14 сәуірде қайтыс болғанын айтқан. Мария қайтыс боларынан 4 жыл бұрын өзін жерлейтін орын таңдап, оны 50 жылға жалға алған екен. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық.